Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге атақты ұйғыр елінің ұйғыр мантысының рецептісімен бөлісетін боламын. Және де мантының түйілу жолдарын, қамырының езілмей пісуін, морозильникте сақталу жолдарын бәрін көрсететін боламын. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұйғыр мантысының қамырын жасау үшін 1 стакан суық суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. 500 грамм ұнымыздың ортасын ашып, біздің суымызды бөліп құятын боламыз. Және де бір айта кететін жағдай, мұқият соңына дейін қараңыздар. Мен қазір сіздерге асықпай түсіндіріп айтатын боламын. Міндетті түрде суды азырақ қосыңыздар, ол біздің қамырымыздың қатты, нығыз болуына көмектеседі. Және де бізде видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұндарымыз қамыр болып жиналған жоқ, тек қана ұнымызды суға елеп қана қойдық. Міне бізде осылай іртік болып қалды. Енді жақсылап егі қанғанша, біздің қамырларымыз бірігіп нығыздалғанша, видеодағыдай ешқандай су қоспай, осылай екі қолдың көмегімен осылай нығыздайтын боламыз. Міндетті түрде қамырларыңыздың ішінде ешқандай ірткі қалмау керек. Іртік жаңа ұнымыздың қатып қалған немесе домалақ кесектері қалмау керек. Сондықтан жақсылап ары кетсе бір 6-7 минут жақсылап елейсіздер. Міне менде осындай қамыр еленіп шықты. Барлық ұнымыз осы қамырдың ішіне кірді. Тағы да жақсылап бәрін нығыздап елеп алатын боламын. Ішінде ешқандай құрғақ заттар қалып қалмас үшін. Міне біздің қамырымыз еленіп шықты. Енді осылай жаямыз да екі жағынан және үстінен астынан бөліп ортасына қаратай нығыздап алатын боламыз. Осылай дөңгелек бізде форма қалуы керек. Қамырымызды дөңгелетіп алғаннан кейін міндетті түрде ең қандырып, жақсылап екі қолдың көмегімен видеода қаттырақ үстіне басып елеп алатын боламыз. Сонда біздің қамырларымыз кішкене влажный, ішінде ешқандай да жаңағы остатықтары, ешқандай қамырдың нелері қалмау керек. Және салфанға салып жақсылап 30 минутқа тындырып қоямыз. Енді біздің 30 минутқа қамырымыз тынғанша ішіне қосылатын начинкасын дайындайтын боламыз. Маған ол үшін фарш, пияз, қойдың аздаған құйрық майы, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тұз қостым. Және міндетті түрде аздаған суымызды қосамыз. Суымыз мөлшері үлкен ас қасықпенен 2 ас қасықтай болып шығады. Біздің ұйғыр мантымыздың қамыры тынып, жылтырап, ағарып шықты. Енді ұнды қосу арқылы жақсылап сопақ қылып видеодағыдай елеп алатын боламыз. Қамырымызды одан кейін еленгеннен кейін пышақтың көмегімен бөліктерге бөлеміз. Менде осындай жіңішкелікте пайда болды. Жалпы қамырларыңызды дөңгелеткенде жуан болатын болса, онда жіңішке қылып осылай видеоларда кесетін боласыздар. Және онда ауната отыра екі жағы бірінші саусақтың көмегімен формасын сақтау үшін басып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа қылып жайып алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай үлкендікте және жұқа болып пайда болды. Жылтырап тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді кезекте қамырымыздың үстіне дайындап алған начинкамызды салып, ең шетінен екі саусақтың көмегімен қысып аламыз. Одан кейін екінші қолымызбен жинап, ішіне қаратай тартып көмектесеміз. Міне видеода көрсетілгендей, ішіне қаратай қамырды бір саусақпен кіргізіп отыра, екінші қолдарыңыздың саусағымен қыса отыра осылай түйіп алатын боламыз. Соңына дейін осылай түйетін боласыздар. Мұқият қарап алыңыздар, мен тағы да көрсететін боламын. Міне, егер сізде бір жасағынан шықпайтын болса, онда басқалай да түйуге болады. Көріп тұрғандарыңызда бір саусақтың, бір қолымның саусағының көмегімен мен жаңағы тегістеуге көмектесіп беріп жатырмын. Екінші қолдың саусақтарымен қысып жатырмын. Солай біздің ұйғыр мантысының түйілуі пайда болып шығады. Ең соңғы бөлігін ішіне қаратай кіргізіп қысып алатын боламыз. Міне біздің ұйғыр мантысының ұйғырша түйілуі дайын болып шықты. Енді кезекте осы мантымызды тақтайға қойып 6 немесе 7 сағатқа мұздатқышта қатырып аламыз. Қатқаннан кейін салафанға жинап салып аласыздар. Солай сіздер морозильникте біздің мантыларымызды сақтай аласыздар. Ал егер сіздер сақтамай сразу бірден жасап жейтін болсаңыздар, онда сұйық майды жағуларыңыз керек. Сонда мантыларыңыз піскен кезде бірін-бірімен жабыспай дана-дана болып шығады. Және де мантымызды 30 минутқа пісіріп аламыз. Сіздермен бірге болған Жанат. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.